Қайырлы күн, достар. Фаризаның ас үй каналына қош келдіңіздер. Бүгін бізде мәзірде шығыс бәлішін жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге үгітілмелі қамырды жасау керек болады. Салқын сары майға ұнды саламыз. Салқын сары май мен ұнды үкілеп алып, үстіне қамыр қопсытқышты және қантымызды салып қамыр елейміз. Содан соң жұмыртқа саламыз. Жұмыртқа салып, басы бірігіп, бәрі бірге жиналғанша қамырды илеп аламыз. Содан соң тоңазытқышқа салып қоямыз. Тоңазытқышқа салып қойып, ішіне салатын салмаларымызды осылай турап дайындап аламыз. Менде үйде бар болғаны мейіз, қара өрік, содан соң жаңғақ болды. Соларды қолдандым. Сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша қолда не бар, соны салуға болады. Содан соң қамырымызды біркелкі жайып алып, ішіне салмасын салып, қойытылған сүт қосамыз. Үстіне қойытылған сүтті құйып, қызып тұрған пешке 180 градустық пеште саламыз. Осылай дайын болып шығады. Ас болсын барлықтарыңызға.